Бәріңе сәлем. Бүгін біздің студиямызда ерекше қонақ Зарина Алмабекқызы. Ол спортсменка емес, актриса емес, блогер емес, ғылым саласында қазақтың атын шығарып жүрген қазақ дрон қыз есімімен Инстаграмда танымал, және қазақ қыздарының арасында, жалпы қазақстандықтардың арасында, қыз балалардың дрон саласындағы PhD кандидат. Алғашқы фанфара болу керек осы жерде. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Хайп еместі, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Атырауға жалпы қош келдіңіз. Өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, Зарина кім? Және ол неге қазақ дрон қыз? Рахмет, бірінші шақырғандарыңызға мыңда бір алғыс, мен үшін бұл үлкен мәртебе. Неге қазақ дрон қыз? Өйткені мен өзім 14 жыл бойы жоғарғы салада жұмыс жасаймын, сабақ беремін. Өзім күнделікті көріп жүрген біздің қазақ қыздарының немесе қазақ жастарының батыс жаққа қарай еліктеп, өздерінің бір жарты метр юбкаларын киіп алып, мысалы шаштарын қызылға бояп деген сияқты. Соның барлығы әрине ол белгілі бір уақыт ағымына сай шығар, бірақ сонда да біздің қазақтың киімдері, кәдімгі біздің күнделікті киетін киімдеріміз түрлі біздің ұлттық нақыштағы заттармен үйлестіруге болады. Мысалға тақиямен немесе қазақша түрлі әртүрлі ой өрнектермен мысалға оны үйлестіріп әдемі қылып киюге болады деген үмітпен сондай бір алдыма қойған бір мақсат қойып, осы университетте күнделікті өмірде осылай киініп жүремін. Қазақ неге дрон? Түсінікті, мен өзім PhD тақырыбым, осы диссертацияның тақырыбы 7 жыл бұрыннан бері бастап жатқан осын жан-жақта өзім артыма арқалап алып, осы бүкіл әлемде біздің өте дарынды, талантты балалар бар. Сол балалар түрлі салада өздерін көрсете алады. Соның бірі дрон. Мысалы, әлем бойынша дамып келе жатқан түрлі салада қолданып жатқан, тіпті осы апаттық жағдайлар, немесе өрт сөндіру, немесе түрлі енді ауыл шаруашылық күнделікті бағдарламалаудан басқа, осының барлығы дрондар қазіргі күнде адам өміріне өте пайдасын тигізіп жатыр. Әртүрлі әрине оның оң жақ, сол жақтары да бар, әрине бағыттары. Оған қарамастан күнделікті өмірде адам өмірін жақсартуға, яғни ақылды қала, смарт-сити сияқты осы бағыттарда өзін өте жақсы көрсетіп жатыр. Және де түрлі статистикаларға жүгінсек, мысалға 2018 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін арасы бір 7 жыл арасында мысалға оның сатып алу, әлемдегі нарық бойынша сатып алу деңгейі 3,5 есеге көбейген болатын. Бұл нені білдіреді? Бұл осы жаңа бізге енген нарықтың жан-жақты дамуы және де оның пайдасы екеніне көз жеткізіп отырмыз. Және де жасанды интеллектті қолдану, мысалға өзім тақырыбымда, мысалға біз рой бірнеше дрондарды жасанды интеллект арқылы басқару, оны тек қана пульттағы басқарып отырмай, оны А пунктінен Б пунктіне бару, ортасындағы түрлі ақаулықтарды айналып өту сияқты осының барлығын біз картаны жүктеп, мысалға осы дронның өзіне борттағы компьютер болады, сол компьютерға жүктеу арқылы біз осының барлығын үйретіп, балаға қазіргі менің мақсатым осы бағдарламалауды, программалауды үйрету. Және де оны жай ғана ойын құрастыру емес, нақты осы белгілі бір роботтарды, ол тек қана дронға байланысты емес, мүмкін ол машиналарды қолдану. Біз мысалы әлемдік Тесланы бәріміз білеміз, әртүрлі автопилоттарды білеміз. Соның барлығы қалай жұмыс жасайды? Оны қалай үйретуге болады? Оның бәрін біздің балаларды жасай алады. Оларды сондай ақылды және де талантты. Тек қана оларға көрсету керек. Бүгінгі Атырауға келіп отырған себебім де осы. Бүкіл халықаралық дрон рейсинг бойынша симуляторда, бірақ симуляторда. Ол симулятор дегеніміз не? Бағдарламада қолында пультті ұстап отыру арқылы берілген бағдарламада дронды басқару. Бұл ең қарапайым түрі, осы салаға кірудің қарапайым түрі. Өйткені дрон сатып алатын болсақ, қазір білеміз. Мысалға бізде Астана университеті, мен өзім сонда мұғалім болып жұмыс жасаймын, және де осы смарт-ситидің бастамасымен біз өзімізде UAV центр, яғни Аманат Aerial Vehicle ұшқышсыз ұшу аппараттарының орталықтарын ашып қойдық. Орталықта енді үлкен қыруар, әрине миллиардтаған дүние жоқ, бірақ ақырындап бізде қазір біздің паркімізде 14 дрон бар, олар 6 түрлі. Біреу FPV, яғни First Person View, очкиді кедіде басқарады, олар жылдамдығы 30 км сағатынан 250-300 км сағатына дейін ұшу мүмкін. Және де ол басқару. Оған дейін біз симулятордан бастаймыз. Яғни біз неше миллиондық дрондарды кез келген жаңадан енді ғана бастап келе жатқан студентке қолына бере салмаймыз әрине. Ол ең бірінші симулятордан бастау керек. Сол үшін бүкіл Қазақстан бойынша қазір 13 өңірде Қазақстан бойынша осы дрон рейсинг, яғни симуляторда дрондарды басқару конкурсын бастамасын біз осы Астана университеті, біздің серіктестер бар.
мысалға Қазақстан инжиниринг компаниясы, Caravan of Knowledge компаниясы осы бізді маған бағыт бағдар беріп қалай жасау керек екенін көмектесіп жатқан Казроботикс федерациясы бұл, және де Drone.kz деп аталатын компания, және де осы Атырау қаласында бұл Теңгешевройл компаниясының әлеуметтік инвестиция бағдарламасы бойынша жұмыс жасап келе жатқан жасап бағдарламасына мыңда бір алғыс. Өйткені келіңіз, бізде де сондай талантты балалар бар, бәрін ұйымдастырып береміз. Пульт керек па? Міне. Компьютер керек па? Міне. Келсеңіз болды, үйретсеңіз, көрсетсеңіз, біздің балалар алып кетеді деп жаңтанымен айтқаннан кейін осы жаққа келіп отырмын. Рахмет сізге. Рахмет. Жалпы басқа емес, именно осы дрон саласын сіздің таңдауыңызға бір себеп болған бір оқиға болды ма? Иә, бәрі солай сұрайды да, неге дрон, неге мені көрген кезде мен отверткамен, шуруповертпен отырамын да, немесе паяльный станциямен. Неге дегенде, біздің үйімізде 2 қыз. Мен үлкенімін, және де үлкен білесіздер, үлкеніне бүкіл үйдің шаруасын бәрін беріп қояды. Одан басқа ұл бала болмағандықтан мен папамның қасында амортизатор ауыстырамыз, дөңгелектерді жөндейміз. Біздің үй мысалға 1 этажды болса, папаның гаражы 2 этажды болады. Сондықтан да бүкіл құрал жабдық соның ішінде. Мен кішкентай кезімнен бастап, шамалы 10 жастан андай домик сағаттар есіңізде ме? Қытайдың сағаттары. Соларды ішек құрылысын бәрін алып тастап, біздегі жұмсақ ойыншықтардың ішіне кіргізіп, қолын басса свет аузынан жанады, көз жанады деген сияқты түрлі түстермен, соның барлығын үйдегі шаугімдерді, тоқ шаугімдер болатын кезінде, соларды ашып шашып, содан бастап, сол кішкентай кезімнен бастап папамның қасынан жүргендіктен, маған осы IT саласы көбінесе мен өзімнің салам бойынша, мамандығым бойынша автоматизация управления, яғни мамандық инженер маман ретінде жұмыс істеп келе жатырмын. Және де магистратурам информатика болғандықтан кішкене IT саласы да қосылып кетті. IT, бағдарламалау, жасанды интеллект, онымен қоймай робототехника, осы дрондарды қосымша мен Индия мемлекетінде, Түркия мемлекетінде, Корея және Қытай мемлекеттерінде қосымша тәрбие алып, сол жақтан осының барлығын алып келіп, енді қазір жасап жатқан дүнием осы. Получается, сіздің негізгі ұстазыңыз папаңыз болды. Иә, сонда папа, иә. Мықты. Папаңызға үлкен рахмет. Енді сіздің осы саладағы міне деп айтатын бір ерекше жетістігіңізді бөлісіп кетсеңіз. Жетістіктерім бұл менің студенттерім. Қазіргі таңда ең бірінші бастап жатқан кезде 1-2 студент қана қызығып жүретін, қайта-қайта үлкен громкоговорительмен келіңіздер, бізде дрон центр ашылып жатыр. Бірінші клуб ретінде ашылды, студенттердің клубы ретінде. Тегін түрде келіңдер, біз сіздерді үйретеміз. Дрон керек па? Кішкене ұшу білсеңіздер, дронға отырғызған дегенде қолдана аласыздар. Өйткені мен мысалы 7 жыл бұрын осы салаға келген кезде шыны керек, мен қарапайым семьядамын. Бізде ондай 700 мыңға 1 миллионға барып дрон сатып алуға менде мүмкіндік болған жоқ. Мен әртүрлі компанияларға барып, кішкене ұшсам бола ма, көрсем бола ма деп қастарында жүріп солай жүрдім да. Сондықтан да кейбір жерде андай ақылы түрде кішкене курстар оқыдым, мысалға 20 мың теңге, 30 мың теңге шамам келгенше. Ал қазір мен студенттер келіңдер, тегін түрде көрсетеміз. Тегін нәрсе қадір бола ма екен? Тегін, иә, бірақ соншалықты үлкен адам саны, мысалға бізде 6 мың студент болса, 6 мыңның бір кем дегенде бір 3-тен 1 бөлігі келсе ме деген бір арман бар еді, бірақ тәуба қазіргі күнге де мысалға 1-2 студенттен қазір менде 50 студентім бар. Соның ішінде 10 студенті нақты қазір осы дрон центрға мен даже оған барып тек қана өзім барып қадағалап отырамын. Бізде WhatsApp-та группа бар. Сонымен өзім басқарып отырамын. Негізі студенттер өздерінің графиктарын құрып қояды, қай уақытта келеді, қай уақытта кабинет ашық болады. Одан кейін кейбіреулер біз мысалға былтыр 4 рет Қытайға барып келдік. Соның ішінде 1 рет 579 команданың ішінен біз мысалға 1-ші орын алып шықтық. Жаңағы күн панельдерін зерттеу, оған бағдарлама жазды, дронмен барып фотоға түсіреді, қай жерде қандай ақаулықтар бар, мына күн панелі қанша уақыттан кейін мысалға ауыстыру керек, немесе қай бөлігін ауыстыру керек, қаншалықты деген сияқты олардың барлығы үлкен аумақта орналасқан. Соларды барып зерттедік, соны проект ретінде жазып жібердік. Тағы да бір командамен, мысалға біз Калифорния Y комбинатор деп аталатын инкубациялық бағдарлама бар, соған жіберіп қойдық. Бұйырса міне Назарбаев университетінде мен өзім де сол жақта істедім осыған дейін.
ол жерге де жіберіп қойдық. Мысалға стартап менің өзім күнделікті көрсетіп жүрген презентацияларымда ең бірінші бұл осы симулятор арқылы басқару. Содан кейін барып адамдар вот басқара аламын, енді мен кәдімгі дронмен ұшқым келеді деген кезде міне дрон, енді дрондарға байланысты студенттерді қызықтыру үшін түрлі осы сайыстар ұйымдастыру. Сайыс болған кезде міне қазір симулятормен өтті, келесі осы дрон рейсинг немесе киберспорт. Яғни дрон рейсинг жаңағы дайын осы дрондарды ұшу, дрон футболды естіген шығарсыз, дрон футболды мысалы қызықтырып, оны ойнап болғаннан кейін олар айтады, болды мен ойнап болдым, басқа бір нәрсе үйренгім келеді. Мысалға дронды ол сынады, оны жинақтау керек, оған құрамдас бөліктерін принтерден шығару керек, немесе карбоннан оны лазермен кесіп қиып алу керек деген сияқты соған алып келсе. Одан кейін кейс чемпионаттар, нақты мысалы теңіз Chevrolet болсын, немесе басқа компаниялар болсын, солардың кейс өздерінің бір түрлі проблемаларын айтып, міне осы проблеманы дронмен қалай шешуге болады деп, соны үлкен Қазақстан аумағында үлкен бір хакатон өткізсек, оған шақырсақ, одан кейін оның бәрі уже біліп болғаннан кейін адамдар кішкене өздерінің стартап проекттерін бастаса, и соңында мысалға өздерінің бір өнеркәсібін ашып, немесе менің осы жол картасы дейді ғой, менің басындағы жол карта осы. Мен барлығын айтып жүрген студенттерге дейтім, қазір біреуге жұмыс істейтін кез емес, өздерің компания ашып, өздерің құрастырып, өздерің істесеңдер, міне нақты. Демек, сіздің эксперт ретіндегі ойыңызша, жалпы Қазақстан жастарының қазіргі потенциалына қарап, бізде алға қарай Оңтүстік Корея, Жапония сияқты, ақш сияқты деңгейде дамуымыз мүмкін. Әрине, өйткені мен оған 100% сенемін, өйткені мысалға Америкамен салыстырған кезде, немесе Қытаймен салыстырғанда кішкене ренжимді. Неге олармен салыстырасыздар сіздер? Оларға неше жыл болды демократиялық тәуелсіздік алғанына? Бізге қанша жыл болды? 30-дан енді ғана асты. 30-дан енді асқан адамды қарайтын болсақ, ол бір салада білет, бірақ қалған салалар кішкене мысалға тағы да қосымша жұмыс істеу керек, оқу керек деген сияқты. Біздің балалар өте керемет, өте дарынды. Мен өзім көріп жүрмін күніне. Жалпы, мен ғылыми жобалар бізде өте көп. Өнертапқыш балалар, талантты балалар өте көп. Өндіріспен байланыс қалай жалпы Қазақстанда? Өзіңіз қалай қазір нені дамыту керек деп ойлайсыз? Негізі осы инженер мамандар, бәрін айтатын бір зат сол ғой. IT саласындағы мамандар қазір нарықта өте көп, адам саны көбейіп келе жатыр, шүкір, жақсы. Бірақ енді сол IT саланы кез келген дүние, мысалға тіпті IT саласын күшті білетін болсаң да, ол IT бағдарламаны бір жерде қолдану керек. Телефон болсын, компьютер болсын, немесе планшет болсын, дрон болсын. IT саласы керемет, бірақ оны бір хардвер керек, ұстап адам қолдана алатындай. Соның бір саласы бұл дрон. Дронға бағдарлама жазу, велосипед ойлап табудың қажет жоқ. Қытайдан заказ бере саламыз бірінші кезде. Ештеңе етпейді, оған бәрі солай жасап жатыр. Бірақ ішіндегі бағдарлама біздікі болсын. Оны қайтадан перепрошивкасын жасап, мысалы, қайтадан оған бағдарлама жасақ, одан кейін айтады, оны сатып алудан кішкене шаршағаннан кейін енді өзіміз істейік. Өйткені қазір мен оны көріп жатқан дүнием оның барлығы. Мысалға біздің студенттер әртүрлі оған 3D принтерден түрлі қосымша құрылғылар жасап қояды. Жоқ, оның формасы, рамасы маған ұнамайды, немесе кішкене басқаша өзгертеді. Оны карбон сатып алып жатады, одан кейін барып оны қиып жатады, мысалға, немесе фаблабқа барып істеп жатады деген сияқты. Оның бәрін мен өзім күнделікті көріп жүрмін да, сол үшін айтып отырмын. Сені күнделікті көріп жүрген дүнием осы. Жалпы сіз дроннан бөлек әлемнің бірнеше елдерін аралап жүрсіз да. Енді сізді қандай неше тілді меңгергенсіз, кішкене басқаша қырыңызға қойсақ? Тіл меңгергенде түркше кішкене қазақшаға ұқсайды, мен шамалы сөйлей аламын ода. Ал көбінесе ағылшын тілінде. Өйткені мен ағылшын тілінде сабақ беремін, ағылшын тілінде түрлі форумдарға, конференцияларға қатысамын. Өзіңіз әр ағылшын тілінен университетте сабақ береміз. Бізде бүкіл сабақтар Астана университеті мекемесінде біз бүкіл сабақтардың барын ағылшын тілінде береміз. Сізде ғылыми ағылшын тілі получается? Ғылыми, өйткені тек қана осы салаға байланысты. Өзім кандидаттықты шетелде қорғадыңыз? Жоқ, осында Қазақстанда. Өте жақсы. Сіздің Инстаграм парақшаңызбен танысып шықтым. Сіз осы Атырауға келе жатыр дегеннен кейін қазақ дрон қыз осындай әдемі тақиямен тұр екенсіз. Билейді екенсіз. Биді кәдімгідей. Би, спорт, ол бір. Сіз биші, сонда бала кезіңізден бишілікпен айналыстыңыз ба, әлде ол хобби ма? Ол хобби ретінде билегенде андай бір
әйтеуір мектептің кезінде барлығы билеткісі қояды ғой. Иә, Билеңдер, концерттер, өлең иә. айтыңдар, я бітпейтін концерт, Иә, бітпейтін әйтеуір. Сол кезде билеген шығармын, ал бірақ көбінесе спорт жағы, Қандай спортпен айналысасыз? жеңіл атлетика және де кроссфит и үлкен теннис. Мықты. Үлкен Бәріне теннис. үлгеріп жатырсыз. Уақытыңызды қалай үйлестіріп жатырсыз? Уақытыма менде осындай бір қабырға бар үйде. Сол қабырғаға бүкіл бүгін кешке не істедім, ертең не істеймін деген сияқты пландарын жазам. Одан кейін оны сызам. Ол қатты қажет болмаса оны кішкене алдыға қарай жылжытып қоям. Содан кейін солай. В общем, сізде бәрі кестемен, таблицамен, жоспармен. Өйткені болмайды екен олар Иә, басқаша. онсыз Ол никак ойланып жүріп, дамымайды. ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп кейбір заттар ұмытылып кетеді да. Ертең ол адамдарды сенімнен қалып қою мүмкін да. Ал мен үшін ол өте бағалы. Осы бүкіл 13 регионда өтіп жатқан сайыс, сіз білесіз бе, университет бір тиын да төлеген жоқ. Өйткені университеттің ең басты мақсаты осыны дамыту және де осы салада қажетті құрал-жабдықтарды алу. Ал Қазақстан бойынша университет қолдау көрсетіп ақпарат тарату, ал қолдап жатқан именно қаржылық жағынан бұл компаниялар. Компаниялар өздері осыны саланы дамытайық, бірге істейік. Өйткені өздерінде де түрлі мысалы мамандардың тапшылығына байланысты, Қазақстанға осы саланы дамыту керек екендігіне байланысты өте үлкен көмегін тигізіп жатыр да. Бұл меніңше мен үшін бір үлкен бір жетістік, үлкен бір алдыға алып Зарина, келетін. сіздей сондай талантты, білімді қазақтың қызын көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Студиямызға уақыт бөліп келіп жатырғаныңызға тағы да рахмет айтқым келеді. Және менде бір сұрақ болып тұр. Қазір осы уақытын негізінен TikTokта видеолар түсіруге, немесе Инстаграмда біреудің өмірін қарауға арнап өткізіп жатырған жастарға сіз не айтар едіңіз? Бірінші Инстаграмға шектеу қойып қою керек, 20 минут деп. Менде де болады ондай, өйткені көп қарап кетесің, кісі көп, бәрін көргің келеді, біреудің туған күнімен құттықтағың келеді, біреуге тағы да құттықтау басқа да айтқың келеді, бірақ уақыт өте аз, ол өте тез, қарқынды түрде өтіп жатыр. Сондықтан да уақытты шектеу керек, әр нәрсеге кез келген затта баланс болу керек. Үйге болсын, семьяға болсын, жұмысқа болсын, түрлі инновациялық жаңалықтарға болсын, және де өзіңе, сүйікті өзіңе де көңіл бөліп, тек қана біреудің өміріне қызықпай, күнделікті кітаптарда неше түрлі жазады ғой, мен кітапты көп оқимын да, и ең бастысы ол кез келген дүниені мысалы күніне 1 минуттан тіпті істесең де, ол ертең үлкен бір жетістіктерге алып келеді. Міндетті түрде қазір нәтиже көрсетпеуі мүмкін, бірақ келешекте ол үлкен нәтижеге алып келеді. Сондықтан да ол Инстаграмды қазір көрсе, ол күнделікті әдет болып кетеді да оны. Сондықтан да Инстаграм көру керек, осы трендте не болып жатқанын, әлем бойынша не болып жатқанын білу керек, бірақ күнделікті таңертең кешке шейін емес, баланс болу керек. Баланс болу керек. Хорошо, рахмет. Енді бір 10 жылдан кейін Заринаны қандай саладан көруіміз мүмкін? Мені бәрі Инстаграмда жазып жатыр да. Сіз саған бір жақсы лауазым таптық, қандай комментарийда оқысаңыз болады. Лауазым ол дрон индустриясының министрлігі де. Мен соған барғым келеді, көргім келеді, және де осыны дамытқым келеді. Бірақ ертең басқа шенеуніктер сияқты болып кетпесем бе деп қорқамын да. Ал негізі осы саланы дамытсам ба, немесе депутаттықтың өзі маңызды емес, маған осы саланы шынымен де дамытатын, шынымен де өзіме қасыма бір 100 адам осын саланы дамытатын, бір бөліктер мысалға өндіріспен айналысып жатса, біреу тек қана бағдарламалау ПО-ларды жасап жатса, екіншілері тек қана пилоттар болса деген сондай бір арман бар да. Иә. Депутат болыңыз. Сол кезде тағы шақырасыз. Жақсы. 10 жыл бұрын келгенде сіз депутат емес едіңіз деп. Солай отырамыз. Енді біз өзіміздің екінші кезеңімізге келіп жеттік. Біз Заринаның қандай ақылды, білімді екенін көрдік. Енді кішкене логикалық сұрақтарға ауыссақ. Жақсы. Так. Көзі көрмейді, қанаты ұшпайды, ол не дейді? Көзі көрмейді, қанаты ұшпайды. Менде бәрі дрон деймін ба? Оның көзі де жоқ, қанаты жоқ, бірақ оның пропеллерлары мен датчиктары бар. Логично негізі, бірақ ол балық екен. Да? Жасыл адамды көрген жағдайда не істеу керек? Жасыл адамды фотоға түсіріп Инстаграмға салу керек. Сол кезде хайп болады ол. Да, точно. Идея екен, оны өткізіп жүру керек екен жай ғана. Теңізде қандай тас болмайды, оны білетін шығарсыз. Тас? Қандай тас болмайды екен теңізде? Білмедім.
құрғақтас болмайды екен. Да. Қандай сұраққа иә деп жауап бере алмаймыз? Қандай сұраққа өзіңіздің принциптарына сәйкес келмейтін. Да? Иә. Өте бір перфекционист екенсіз. Негізі ұйықтап жатсың ба деген сұраққа иә деп жауап бере алмаймыз екен. Да. Енді сіз ұйықтап жатсаңыз, сіз қалай жауап бересіз? Мен жоқ деп жауап бере алмаймын ғой тоже. Иә, вот именно жауап бере алмайсыз. Қандай ыдыстан тамақ іше алмаймыз? Қандай ыдыстан? Мен логикалық заттарды білмейді екенмін деймін. Менде бәрі андай психология, философия жаққа кетіп қалады екен. Көбінесе немесе техника жағын. Тым логика, тым ештеме керек емес, жай ғана жауап бере аласыз. Ыдыстар? Қандай ыдыстан? Кірдістан тамақ іше алмаймын. Бос ыдыстан ештеме іше алмайсыз. Мен кірдістан іше алмаймын деймін. Оның ішінде ештеңе жоқ. Я, өзінің принциптері бар, Зарина молодец негізі. Так, бізде үшінші кезең. Біздің көрермендеріміз біледі, жалпы бұл кезең туралы. Яғни қырық өтірік дейміз бе, әзіл әңгіме дейміз бе, солай құрастырамыз. Қазір осы суреттерге қарап отырып бастайық та, дайын болсаңыз бірінші суретіміз. Әзіл әңгіме емес, мен өзіммен бірге осыны ішімдегі жан дүниемен айтайыншы. Иә, солай айтайыншы. Мынау менің жанұям, біз кешкі кезде бірге шай ішуге жиналамыз да, кейін кім не істеді, кім не қойды, давай бөлісіп жан таласып тоқтамай сөйлейміз бір-бірімізге. Вот, мама шығады, ой, қолын шағым, молодец, дұрыс болды, тәуба, Аллам қолдасын деп айтады. Сол сөздері бір үлкен бір жүрегіңе бір жақсы бір сезім ұялатады да, маған осы мотивация. Сол мотивацияның нәтижесі ме? Ой, ақша жақсы ғой, ақша деген. Ақшасы ештеме болмайды ғой. Бірақ қазіргі кезде мен тағы да баланс туралы айтқым келеді. Өйткені кейбір кезде ақша табу керек. Мен мысалға көп жерде тегін жүремін. Қайырымдылық кештері, қайырымдылық қорлары. Сол кезде маған бәрі айтады да, Зарин, неге сен осы бесплатно істейсің? Келесі жыл ақшаға істесеңші деді. Өткен жыл мені мастер-класстарға шақырды, басқа қалаларға ақша түсті. Мен айтамын, міне мен ақшаға бардым. Қанша десе, 50 000 теңге дейсің ғой. Сондықтан да ақша бұл өмірде маңызды емес. Иә, доллар болған жақсы, қалтада әрине. Бірақ бәрі баланс болу керек. Және де қайырымдылық қаншалықты осыншама $1 000 000 ақшам болса да, қайырымдылық жайлы ұмытпау керек. Так, мынау шегесі кішкене қисықтап тұрған сияқты маған. Сондықтан да оны кәсіби шеге ұстаушы ретінде кәсіби шеге ұстаушы ретінде айтып тұрмын, иә. Шеге мысалға ең бастысы бұл қалай қақсан, ары қарай үстіне қойған дүниенің барлығы соған байланысты. Қазір мысалға мына кісі қисық қағатын болса, үстіне қойған дүниесі де қисық болады да. Сондықтан да дүниенің барлығы фундаменттен. Жақсы. Мынандай гламурный. Так, кішкене көрмей жатыр. Жан-жануарлар. Жан-жануарлар. Ешкіміз. Ешкіні айта алмаймын, бірақ айтатыным, шетелде жүрген кезде көбінесе адамдардың қолдарында ерлі-зайыптылар, бірақ қолдарында тышқан, мысық, ит деген сияқты. Және де Корей мемлекетінде осы мен ешкі емес, жануарға байланысты айтсам, осы сол жануарларға арналған бөлек отельдер, шаштараздар тұрды. Мен үшін бұл үлкен шок болды. Осы тұста мен айтатыным, біздің елімізге, біздің менталитетімізге, түрлі салт дәстүрлерімізге мыңда бір алғыс. Қайдағы жоқ тышқан мысықты бүйтіп құшақтап жүрмей, баланы, семьяны алдыға қоятыны. Рахмет. Так, енді косметика, бұған жалпы қалай қарайсыз тұрғын? Косметика әрине қолданам, бірақ енді қызыл, жасыл, сары емес. Бәрі табиғи сізде. Табиғи түрде көбінесе, бірақ кірпігім жапсырылған, енді кешірерсіздер деймін ба? Экологияға вреді жоқ. Иә, ең бастысы. Және де мұның барлығы ертең тез қартаюға алып келеді, қыздарға айтарым. Сондықтан да оны шамалы түрде қолдану керек. В общем, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қорытындысы косметиканы аз қолдану керек та. Бірінші инсайт. Екінші, Инстаграмға шектеу қойып қою керек. Семья, жанұя, құндылықтары орынға қойып, құндылықтар ақшаның артынан қумау керек. Тағы қандай инсайттың түкет? Болашақ біздің дарынды балалардың көп екені Қазақстанда. Солардың тек қана кішкене көмек беріп, осындай сіздер сияқты әртүрлі бағдарламалар арқылы тарату жан-жаққа ақпаратты керек, дұрыс істеу керек. Оны тек қана теріс жағын емес, оң жағында қолдану керек. Оны қолдана білу керек, және трендке сай болу керек. Оның қазіргі шығып жатқан түрлі
жасанды интеллекттің құралдары болсын немесе жаңа трендтер болсын, сол трендке сай болу керек, және де оның адам ойлап тапқанын ұмытпау керек. Енді бізде қонақ кәде деген бар. Уақыт бөліп келгеніңізге сізге үлкен рахмет. Осы біздің бағдарламамыздың атынан мынандай керемет сурет. Вип-казашка. Қазақтардың барлығы осы сіздер сияқты үлкен жетістіктерге жеткен вип болсын деген ниетпен. Енді бір жеге алып қоясыз. Күшті, рахмет. Сізге сыйлығымыз. Рахмет. Зарина, бізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер біздің бүгінгі сұхбатымыз сіздерге ұнаса, лайк басып, бөлісіп, комментарий қалдырып, осындай керемет қазақтың талантты қыздарына қолдауларыңызды білдіріп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.